Баршаңызға сәлем достар, сіздермен тәбет ашатын осындай сетсеуле деген салат түрін дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да салат түрлерін салатын боламын. Ең алдымен помидорымызды осындай мясоровкадан өткізіп аламыз. Барлық қоспалардың мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін, сол жерден көрсеңіздер болады. Біз помидордың жартысын өткіздік, енді ортасында осындай чеснокпенен қызыл ащы бұрышты өткіземіз. Себебі бізде ащы дәм қалмау керек. Міне енді қызыл бұрышты өткізіп жатырмыз. Содан соң болгар бұрышын өткіземіз. Болгар бұрышының көгін емес қызылын алған дұрыс, себебі салатымыздың түсі қып-қызыл әдемі болып шығады. Содан соң сәбізімізді үккіштен өткізіп қоямыз. Енді кастрөлімізге сұйық майымызды құйып, бірінші пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Мендегі бұл 20 литрлік кастрөл. Пиязымызды кішкене қозғап болғаннан соң бетін жауып қоямыз. 1-2 минуттай қойып қоямыз. Міне бізде пиязымыз қуырылып болды. Енді келесі сәбізімізді саламыз. Сәбізді де кішкене қуырып, бетін жауып, 2 минуттай қойып қоямыз. Астын қозғап тұрыңыздар, себебі жабысып қалуы мүмкін. Міне сәбізімізді де қуырдық, кішкене солыңқырап осындай болу керек. Содан соң барып жаңағы мясоровкадан өткізген помидорымызды құямыз. Осы кастрөлді толтырып құямыз. Құйып болғаннан соң кішкене қозғап жібереміз. Астындағы сәбіз пияздарымызды бетіне шығарып араластырамыз. Содан соң бұрқылдап қайнағанын күтеміз. Міне бұрқылдап қайнап шықты. Енді кішкене қозғап жібереміз. Және дәміне қарай тұз саламыз. Мен 2 ожау салдым 20 литрлік кастрөлге. Және 1 ожау құм шекер саламыз. Содан соң бетін жауып, орташа отта қайнатамыз. Арасында қозғап тұруды ұмытпаңыздар. 5-6 рет қозғап тұрамыз. Себебі қайнаған кезде қоюлары астына түсіп кетіп, асты жабысып қалуы мүмкін. Арасында укробымызды турап, қосып жібереміз, тағы да бір араластырамыз. Не араластырып болдық, бетін жауып қойып қоямыз. Сол аралықта біз крышкаларымызды қайнаған суға саламыз. Жай ғана саламыз, қайнатпаймыз, себебі крышкамыздың резинкесі босап кетуі мүмкін. Келесі кезекте бізде банканы жуамыз. Бірінші осындай көбік суға жақсылап, іші сыртын ысқылап жуып аламыз. Содан соң барып, таза суға 2 рет шайып жіберіңіздер. Және де суларыңыз мұздай болмау керек, жылы немесе шым-шым болу керек. Салатты 1,5 сағаттай орташа отта қайнатып болдым. Міне дайын болды. Түсі де өте керемет болып шықты. Енді банкілерге құйып шығамыз. Банкіге құйған уақытта осылай кішкене шайқап жіберіңіздер, себебі банкымыз ыстыққа сынып кетуі мүмкін. Міне бізде салатымыз құйылып болды. Енді бетіне жаңағы ыстық суда тұрған крышканы алып, жауып тастаймыз. Міне біздің салаттарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Қыстың қамын жазда ойла деп бекер айтпаған. Сіздермен болған Жансая ас болсын.